Мен өз болашағымды дайындайтын кез келгенін сезіндім. Сондықтан мен алдыма мақсат қойдым. Менің мақсатым – тәуелсіздік. Мен өмірімнің ажырамас бөлігі болып табылатын тұрақты шуды қалай басу керектігін үйреніп жатырмын. Мен ешкімге ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Тек өз жүрегімді тыңдап, әлемге айтқым келетін нәрсеге назар аударуым керек. Мен өз әлемімді басқарамын. Басқалардың дауысын есту оңай, ал өз дауысын есту өте қиын. Кез келген адам сізден басқа нәрсені қалайды. Мәселе мынада, сіз өзіңізге не қалайсыз? Сіздің өзін-өзі бағалауды өзіңіз анықтайды. Сізге кім екеніңізді айту үшін біреуге тәуелді болудың қажеті жоқ. Өзіңізді және құндылығыңызды анықтауға уақыт бөліңіз. Егер сізге қиын болса, өзіңізден сұраңыз. Мен жақсы көретін адамға не айтар едім? Бұл альбомның артында тұрған менің хабарым сұлулықты кемелсіздіктен табу. Билік саған берілмейді, оны алуын керек. Барлық ережелерді алып тастаңыз, өзгермесе қалай өмір сүреміз? Шындық мынада, кейде сіз ұтыласыз, және сіз ешқашан жоғалтуға тым жақсы емессіз. Сіз ешқашан жоғалту үшін тым үлкен емессіз. Сіз жоғалту үшін ешқашан ақылды емессіз. Біз өзімізді қалай көретініміз туралы өз қабылдауымызды қайта құруымыз керек. Біз әйелдер ретінде әрекет етіп, жетекшілік етуіміз керек. Егер бәрі тамаша болса, сіз ешқашан үйренбейсіз және ешқашан өспейсіз. Туылғанда не істеу керек болса, соны істе. Сіз өзіңізге сенуіңіз керек. Билік бақыт дегенді білдіреді, күш еңбек пен құрбандықты білдіреді. Әркім бәрінде шебер емес, біреуге арқа сүйеген дұрыс. Ең жақсысы артқа қарап, өмірдің қаншалықты керемет екенін көру. Егер сіз өзіңіздің өміріңіз туралы ойлануға немесе оны талқылауға уақыт бөлмесеңіз, сіз бір-бірімен байланысты барлық нүктелерді ешқашан көре алмайсыз. Сіз өзіңізді жақсы көріп қабылдасаңыз, кімге шынымен көңіл бөлетініңізді білсеңіз және қателіктеріңізден сабақ алсаңыз, сізді танымайтын адамдардың не ойлайтынына мән беруді доғарасыз.